أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алла тағала баршамыздың бүгінгі жасап жатқан дұға тілек құлшылықтарымызды қабыл етсін. Алла тағала өзі Құранда айтқандай, 1000 айдан хайырлы деп, сол сауапты, жақсылықты баршамызға нәсіп еткен болсын. Машалла, қандай керемет көрініс. Мешітіміз тола. Кеше ғана өзі басында бір апта жамағат мешітке жақсы келіп жүрді де, бір аптадан кейін зарядтары бітті ме, әйтеуір 2 зал толып тұрған болса, сомен 1 зал болды. Бір күні қарасам, кішкене мына жартысына қарай жақындап қалыпты. Енді сол жоқ болып кеткен жамағат бүгін келіп, сол бүкіл сауапты бір күнде алып кетуге кеп тұр екенсіздер. Енді Алла тағала ниеттеріңізді берсін. Сол 83 жылда Алла тағала нәсіп етсін баршаңызға. Ана бір жігіт бауырына өзінің айтады деді ғой, бауырым, Алла тағала өзінің бауырына жеке қалып дұға жасаса қабыл болады дейді ғой. Менің басымда сондай бір ауыртпашылық, қиындық, сынақ тұр. Сен маған бір түнгі намазыңда от души дұға жасашы деп бауырына өтініш айтып жатыр деді. Бір түнгі намазыңда жеке өзің қалған кезде, өз білесіздер ғой, түнгі уақыттағы намаздың артықшылығы, ол уақытта Алланың бұйрығымен періште түсіп, қане Алладан сұрап жатқандар бар ма екен, Алла сұрауын береді. Алладан күнәсіне кешірім сұрап жатқандар бар ма екен, Алла күнәсін кешіреді деп айтады деп хадисте келеді. Сондай бір берекелі уақыт қой. Сол түнгі намазыңда мен үшін бір дұға жасап қойшы, Алладан сұрашы десе, әлгі жігіт айтады дейді, бауырым, түнгі намаз деп, түнгі намазыңда дұға жасашы деп мені қинамашы. Айтшы, бір 5 намазынан кейін дұға жасап қой деп айт. Немесе бір 2 намазынан кейін, ақшам намазынан кейін дұға жасап қой деп айтшы. Түнгі намаздан кейін дұға жаса дейтін болсаң, онда сен Рамазан айының алда келе жатқан, 1 жылдан кейін келетін Рамазанның сол 27-ші түніне дейін күтуің керек болады деп жауап беріп жатыр дейді да досына. Неге? Өйткені әлгі жігіт сол тек қана осы 27-ші түні ғана жамағатпен келіп, осы жамағатпен түнде түнгі намаз оқып, әйтеуір таңды күтіп, сөйтіп кететіндерден екен. Содан кейін қиналып тұр да, енді сен айтсаң, мен түнгі намазға тұруым керек, бірақ мен түнгі намазға тек қана сол 27-ші түнде ғана тұрам ғой деп сөйтіп айтып жатыр деп. Ал негізі Алла тағала өзі әр түнде құлына сондай мүмкіндік беріп қойған. Бұл Рамазан айы, бұл тек қана рухани күшейіп, иманымызды күшейтіп, сонымен ары қарай енді тура осы жағдайда жалғастырмасақ та, әйтеуір намаздан, құлшылықтан үзіліп қалмай, ары қарай біз Алла тағаламен байланыста болуымыз үшін бізге Алланың берген бір рухани, тәрбиелік айы болып табылады. Бір ғалым айтқан екен, шынайы қажылықтан келгеннен кейін басталады. Шынайы ораза Рамазан айы біткеннен кейін басталады. Шынайы намаз, құлшылық мешіттен шыққаннан кейін басталады деп айтқан екен.
Шынында да қарап отыратын болсақ, Рамазан айы ерекше ай. Шайтандар кісенделеді, жәннаттың есіктері ашылады, тозақтың есіктері жабылады. Жақсылық істеуші, жақсылығыңды істе, бұл айда Алла жақсылық істеуді жеңілдетеді. Жамандық істегісі келген тоқтай тұр деп періште айтады деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, бұл ай сондай ай, бұл айда жақсылық жасау, құлшылық жасау жеңілдетілген. Басқа айда, мысалы, ораза ұстасаңыз, оразаның өзі сізге кішкене ауырлау тиеді. Құлшылыққа ауырлау тиеді. Ал Рамазан айында сондай бір ерекше береке бар. Бұл айда құлшылық, жақсы амалдар жеңілдетілген. Енді жеңілдетілген уақытта және осындай, мысалы, қадір түні дейміз, соңғы 10 күндік дейміз, мұның барлығы адамның рухани жағдайына әсер етеді. Мысалы, ойлап қараңызшы, қазір енді біз мына жерде мешітте отырмыз. Ал бірақ тура қазір Харам мешітінде ең қасиетті, ең сауабы мол орында қанша бауырларымыз, қанша әлемнің түкпір-түкпірінен келген мұсылмандар сол жерде намазда тұр қазір. Құлшылығын жасап жатыр. Олардың рухани жағдайы қандай болады? Рухани әсері ол жердің ерекше. Оның барлығы адамға әсер етеді. Адамға әсер етеді. Сіздің құлшылығыңызды жеңілдетеді, құлшынысыңызды арттырады, ықыласыңызды көбейтеді. Оған ешқандай талас жоқ. Ал бірақ Рамазан біткен кезде ше, Рамазан біткен кезде жағдайымыз қандай болады? Біз өкінішке қарай көптеген мұсылмандар сезонный дейміз ғой, тек қана белгілі бір маусымда құлшылық жасауға үйреніп қалғанбыз. Ал негізінде Алла тағала бізге жыл 12 ай оразада болуды, енді күнде болмаса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге қалдырып кеткен сүннет оразалары бар. Дүйсенбі, бейсенбінің оразасы, немесе әр хижри айдың ортасында ұсталатын 3 күндік ораза. Алда Шәуәл айының оразасы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім 30 күн Рамазан айының оразасын ұстап, сосын Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстаса, 1 жыл ораза ұстағанмен тең деді. 1 жыл ораза ұстағанмен тең деді. Демек бізде Шәуәл айының оразасы бар. Одан кейін бізде ары қарай әні міне дегенше Зүлхиджа айы келіп, Зүлхиджа айы кіріп, қажыларымыз қажылыққа кете бастайды. Зүлхиджа айының алғашқы 10 күні ол да сондай сауапқа толы ерекше күндер. Арафа күні бар, Арафа күнінде ұсталатын ораза бар. Бұның барлығы не үшін? Біз құлшылықтан үзіліп қалмау үшін. Құлшылықтан үзіліп қалмау үшін. Яғни ораза ол тек қана Рамазанда ұсталатын құлшылық емес. Рамазанда парыз ораза, әрбір ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған мұсылманға міндетті болған ораза бар. Бірақ одан басқа да тағы да нәпіл оразалар бар. Және сондай-ақ түнгі намаз бар. Бұл түнгі намаз деген адамның өміріне сондай ерекше береке беретін Алланың бізге берген құлшылығы. Мынау Юнус алейхиссалам деген пайғамбар қауымын барып дінге шақырады. Қауымы қабылдамайды. Сонымен ренжіп кетіп қалады. Кетіп қалады да кемеге мінеді. Сөйтіп алай дүлей болып, сол жердегілер ақылдасып,
ішімізден біреуімізді суға тастауымыз керек. Сол кезде, яғни құрбандық ретінде, сонымен мынау алай-дүлей тоқтайды, бәріміз аман қаламыз деп. Сонымен Құранда Алла тағала айтқандай, Юнус алейхиссалам суға тасталады. Құранда Алла тағала фәлтақамахул худ, оны кит жұтты дейді. Оны кит жұтты дейді. Сөйтіп, Юнус алейхиссалам теңіздің астында, киттің ішінде Алла тағалаға жалбарынып дұға жасайды. Және айтқан дұғасы Құранда Алла баяндағандай: Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. О Алла тағала, сенен басқа ешқандай құдай жоқ, сен пәксің, мен өзіме зұлымдық жасадым. Адамның басына қиындық түссе, Юнус алейхиссалам жасаған осы дұғаны жасаған абзал дейді ғұламаларымыз. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. О Алла тағала, сенен басқа ешқандай құдай жоқ, сен пәксің, мен өзіме зұлымдық жасадым. Юнус алейхиссалам осы дұғаны көп жасады. Алла тағала айтады: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Егер ол әрдайым Алла тағаланы ұлықтап, Алланы пәктеп, Алланы зікір етіп, Аллаға тәсбих айтушылардан болмағанда, қияметке дейін сол киттің ішінде қалар еді дейді. Алла тағала Юнус алейхиссаламды құтқарды. Енді тәпсір кітаптарын ашып қарасақ, осы оқиға баяндалған кезде мынандай бір оқиға айтылады. Немесе мынандай риуаяттар кездеседі. Юнус алейхиссалам киттің ішінде Аллаға жалбарынып дұға жасап жатқан кезде періштелер айтты дейді: О Алла тағала, мынау бізге таныс дауыс, бірақ бейтаныс жерден шығып жатыр. Біз білеміз мына дауысты, естігеміз бір жерден. Мынау дауысты біз жақсы танимыз, бірақ бейтаныс жерден, біз білмейтін жерден шығып жатыр дейді. Сонда Алла тағала айтты дейді: Иә, бұл менің Юнус құлым, оны кит жұтты, қазір киттің ішінен маған жалбарынып дұға жасап жатыр деп айтты дейді. Енді періштелер Юнус алейхиссаламның даусын қайдан білетін еді? Ғұламаларымыз айтады, кімде кім түнде тұрып, жай намазда отырып, Аллаға жалбарынып дұға жасап, құлшылық жасаса, ол адамның дауысын періштелер жаттап алады екен. Ол дауысты періштелер танып алады. Яғни, егер періштелердің, мысалы, жер бетінде 8 миллиард адам бар десек, соның ішінен періштелердің сіздің дауысыңызды танып алғанын, біліп алғанын қаласаңыз, оның бір жолы бар екен, ол түнде тұрып құлшылық жасау. Яғни, тахаджуд намазына тұру. Жалпы түнгі намаз екіге бөлінеді. Қиямул лайл және тахаджуд дейді. Қиямул лайл және тахаджуд. Қиямул лайл деген түнгі намаз деген сөз, және түнгі намаздың екінші түрі бар, ол тахаджуд. Қиямул лайл дегеніміз түнде жасалған құлшылық. Ал егер сіз сол құлшылықты бір ұйықтап тұрып, одан кейін тәтті ұйқыңызды бөліп, жылы төсегіңізді тастап, дәрет алып, жай намазға отырып құлшылық жасасаңыз, ол не деп аталады? Ол тахаджуд деп аталады. Ол тахаджуд деп аталады. Тахаджуд намаз дегеніміз, яғни бір ұйықтап тұрып жасалатын құлшылық. Ал қиямул лайл деген жалтылама, түнгі құлшылық. Мысалы, сіз
11-12-ге дейін отырдыңыз, сөйтіп жатардан алдын 2 ракат нәпіл намаз оқып алсаңыз, ол түнгі намаз болып есептеледі. Бірақ ол тахаджуд намаз болып есептелмейді. Тахаджуд намаз бұл бір ұйықтап тұрғаннан кейін жасалатын құлшылық. Енді солай, Құранда Алла тағала айтқандай, олардың денелері төсектен, жылы төсектен ажырайды дейді. Солай, жылы төсектен денеңіз ажырап, тұрып, жай намазға отырып, құлшылық жасасаңыз, сіздің дауысыңызды періштелер жаттап алады екен. Періштелер жаттап алады. Және сондай-ақ сіздің адресіңізді, былайша айтқанда, үйіңізді жаттап алады. Қалай жаттап алады? Өйткені ол үй аспаннан періштелер қараған кезде нұрланып, жарқырап тұрады екен. Мысалы, сіз ұшақпен бір қалаға келіп қонатын кезде әлгі свет жанып тұрған ғимараттар көрінеді, төбеден көрінеді. Ал енді періштелер аспаннан қараған кезде қандай үйлер көрінеді? Түнде қайсы үйде құлшылық жасалып жатса, қайсы үйде Құран оқылып жатса, қайсы үйде Алла зікір етіліп жатса, сол үй жарқырап аспаннан көрініп тұрады екен. Сонымен періште сіздің үйіңізді жаттап алады, және сіздің даусыңызды жаттап алады. Бір күні сіз ауырып қалдыңыз, немесе басыңызға бір сынақ түсті, сөйтіп түнде намазға тұра алмадыңыз, немесе үйде болмадыңыз. Сондай бір басыңызға қиындық түсті. Сол кезде періштелер Алла тағалаға айтады екен: о Алла тағала, пәленше адрестегі үй әрдайым жарқырап тұратын еді, ол үйден нұр шығып тұратын еді, бүгін ол үйден нұр шығып тұрған жоқ қой деп айтқан кезде, Алла тағала: иә, ол құлымның басына бір сынақ келді, ауырып қалды, немесе тағы да бір басқа бір сондай бір себеп болып қалды деп айтқан кезде, періштелер әлгі адам үшін дұға жасайды екен. Және сондай-ақ сіз түнде тұрып Аллаға жалбарынған даусыңызбен сол басқа бір жерде қиналып дұға жасап жатқан кезде, Юнус алейхиссалам киттің ішінде дұға жасап жатқан кезде періштелер не деп еді? О Алла тағала, мынау біз білетін, бізге таныс дауыс, бірақ бейтаныс жерден шығып жатыр, бізге таныс емес жерден шығып жатыр деп айтты ғой. Тура сол сияқты сіз мысалы ауруханада отырып, немесе өзіңіз жатып, немесе бір жақын туысқаныңыздың жанында отырып, Алла тағаладан шипа сұрап дұға жасап жатқан кезде, періштелер не дейді? Сіздің даусыңызды жаттап алған періштелер: о Алла тағала, біз мына құлыңның даусын білеміз, мынау бізге таныс дауыс, бірақ бейтаныс жерден шығып жатыр. Ол дауысты біз күнде түнде жай намаздың үстінен еститін едік, ал бүгін болса басқа жерден шығып жатыр деп Алла тағалаға жалбарынады екен. Сол кезде Алла тағала: иә, ол құлымның басына сынақ түсті, ол қазір ауруханада, немесе тағы бір басқа бір жерде осындай бір Алланың жіберген сынағын көріп жатыр деп айтқан кезде, әлгі періштелер сол құл үшін дұға жасайды екен. Демек, сіз аспандағы періштелер үшін таныс адам болғыңыз келсе, олар сіздің адресіңізді білгенін қаласаңыз, онда оның бір-ақ жолы бар, ол түнде тұрып Алла тағалаға құлшылық жасау. Сол үшін де міне біз бүгін енді таңға дейін уақытымызды құлшылықпен, зікірмен өткізіп, түнгі намаз оқып, таңды аттырамыз. Бірақ бұл нәрсе жылына бір рет, тек қана Рамазан айында,
Рамазан айының 27-ші түнінде ғана болатын нәрсе болмау керек. Қолыңыздан келгенше, шамаңыз жеткенше, әйтеуір түнде бір 15 минутқа тұрсаңыз да, 10 минутқа тұрсаңыз да, тұрып, бір дәрет алып, 2 ракат намаз оқысаңыз, сіз әлгі періштелер сіз үшін дұға жасайтын, сіздің дауысыңызды танитын адамдардан боласыз. Сол үшін де бізде мынау құлшылықтар, түнгі намаз, ораза, Құран, бұлар бір уақытша, белгілі бір маусымда, белгілі бір сезонда жасалатын құлшылыққа айналмау керек. Мынау Рамазан айы, Құран айы. Бұл айда біз хатым Құран түсіріп, Құран оқуды білмейтіндер, Құран оқуды үйреніп, Рамазан біткен кезде өзіміз үйімізде хатым жасайтын жағдайға жетуіміз керек. Өкінішке қарай арамызда қанша бауырларымыз бар, Құран оқуды білмейді. Құран оқуды білмейді. Жаттаған әлгі 4 сүресі бар. Фатиха, қосымша 4 сүре, 4 ракатқа керек. Одан басқа еш нәрсе білмейді. Ал сіздің жаттаған Құраныңыз ертең жәннаттағы дәрежеңіз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Өзінің хадисінде, ертең жәннатқа адам кірген кезде, ол адамға Құран оқыда көтеріл, сенің жәннаттағы орның соңғы оқыған аятыңда болады деп айтылады дейді. Құран оқыда көтеріл, сенің жәннаттағы орның соңғы оқыған аятыңда болады дейді. Жәннатта білесіздер, қанша жәннат бар бізде? 8 жәннат бар. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Құдайдан жәннат сұрасаңдар, Фирдаус жәннатын сұраңдар деді. Өйткені ол жәннаттың ең жоғарғысы, ең биігі дейді. Енді оған жету үшін сіз Құран оқып көтерілуіңіз керек. Сіздің жәннатқа кіргеннен кейін сол жәннаттағы бірінші жәннатта боласыз ба, екінші жәннатта боласыз ба, үшінші жәннатта боласыз ба, төртінші жәннатта боласыз ба? Оны анықтайтын нәрселердің бірі сіздің осы дүниедегі Алланың кәләміне деген махаббатыңыз, Алланың кәләмімен болған байланысыңыз. Алланың кәләмімен қандай байланыста боласыз? Тек қана Рамазанда хатым Құранда қарилардың артында тұрып, хатымға қатысатын, Құранмен сондай байланыста болған адамдардан боласыз ба? Немесе өзі әрдайым Құран оқып, Құран жаттап, әрдайым Алланың кәләмін оқып, үйреніп жүргендерден боласыз ба? Ертең осы сіздің бұл дүниедегі Құранмен байланысыңыз жәннаттағы дәрежеңізді анықтайды. Сол үшін де, иншаллах, Рамазан біткеннен кейін әрқайсымыз қолымызға Құранымызды алып, Рамазаннан басқа уақытта да Құран оқу деген дүние бар екендігін естен шығармастан, және арасында нәпіл оразаларды ұстап, Рамазаннан басқа уақытта ораза бар екендігін естен шығармастан, сол құлшылықтарда біз тұрақты болуымыз керек. Тұрақты болуымыз керек. Неге? Өйткені тұрақты болған нәрсе пайдасын береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ал-қалилу даим хайру минал касирил мунқати». Аз да болса тұрақты болған нәрсе көп болған, бірақ үзіліп қалған, тұрақсыз болған нәрседен жақсы дейді. Аз да болса тұрақты болған нәрсе. Яғни сіз үнемі істеп тұратын нәрсе
үнемі қайталанатын нәрсе көп болып. Мысалы, біреу Рамазанда, машалла, хатымға қатысты, түнгі намаз оқыды, түнгі соңғы 10 күндікте иатикафқа кіріп кетіп, құлшылықта болды. Ал бірақ Рамазан біткен кезде оның барлығынан үзіліп қалды. Екінші бір адам бар, Рамазанда тура солай істей алған жоқ, бірақ оның әйтеуір тұрақты күнде оқитын Құраны бар. Аптасына бір рет болса да, айына бір 3 күн болса да, тұрақты тұтатын нәпіл оразасы бар. Қайсысы жақсы? Аз да болса тұрақты болғаны жақсы. Аз да болса тұрақты болған нәрсе жақсы. Имам Ғазали мынандай жақсы бір мысал келтіреді. Егер дейді, бір тас тұрса, сол тасқа әкеліп теңіздің суын үстінен құйып жіберсең, тасқа оның ешқандай әсері болмайды дейді. Тас судың астында қалады, болды. Одан басқа ешқандай әсері болмайды. Ал бірақ теңіздің суының жартысын тамшылатып қойсаңыз тастың үстіне, не істейді ол? Тасты теседі. Таста із пайда болады, тамшылап тұра бергеннен кейін. Бір тамшы осылай тамшылап тұра берсе, бір күні тасты теседі. Міне, тұрақты болған нәрсе мен тұрақсыз болған нәрсенің айырмашылығы сондай. Сол үшін де біз, иншалла, ертең Алла нәсіп етсе енді 27-сі, 28-сі, 29-сі 3 күн қалды. 3 күннен кейін ораза бітеді. Ораза бітумен кешке жамағатқа намазға келу, ораза барлығы ұмыт болатындардан болмауымыз керек. Білесіздер ғой, ондайларды әзілдеп не дейді? Бағанағы оразбайлар дейді. Оразбайлар дейді. Оразбай, оразкүлдер дейді. Яғни Құдай тек қана оразада танитындар. Айттың бірінші күні қуып кетеді. Айттың бірінші күні ол не істейді? Енді ішіп кетпесе де барып кальянныйда отырады. Арамызда қанша бауырларымыз бір намаз оқиды, бірақ кальян шегеді. Макрух қой дейді, немесе не дейді, тағы енді әйтеуір пәтуаларын тауып алған еді. Қайдан пәтуа тауып алған білмеймін. Рамазанда тоқтатып қойды, Рамазаннан кейін қайтадан жалғастырады. Ондайлардан болмауымыз керек. Ондайлардан болмауымыз керек. Біз тұрақты және осы Рамазаннан өзгеріп шыққан құлдардан болуымыз керек. Өзі кез келген құлшылықтың қабыл болуының басты шарттарының бірі дейді, ғұламаларымыз айтады, сол құлшылықтан кейін жақсы жаққа өзгеруің дейді. Егер сол құлшылық сіздің өзгеруіңізге себеп болса, онда иншалла ол құлшылығыңыз Алланың құзырында қабыл болды. Мысалы, кейбір көбінесе балалары намаз оқымайтын ата-аналарын умраға, қажылыққа жібереді. Қажылыққа барады, намаз білмейді. Тіпті сондай жағдайлар болған. Тура ұшатын күні әкесі әлгі двордағы достарымен отырып, картасын ойнап, әлгі көбігімен сырасын ішіп алып, артынан тағы соғыстырып ішкен бе, әйтеуір мас болып қалған. Қажылыққа ұшатын күні бала шағасы қолтығынан сүйреп, сол мас әкесін әкеліп ұшаққа отырғызып жіберген жағдайлар болған. Әкесі мас. Барғаннан кейін жұртпен бірге, жұрт қатарлы намазға тұрып, намаз үйреніп, келгеннен кейін мешіттің тұрақты жамағатына, мешіттің ақсақалына айналған кісілер бар. Енді ол кісінің қажылығы қабыл болды ма? Иншалла қабыл болды. Оны қайдан білдік? Өйткені ол кісі сол құлшылықтан кейін жақсы жаққа өзгерді. Тура сол сияқты.
Сіз мына қазір бір ай Рамазан ораза ұстадық. Енді Рамазаннан кейін, мысалы бір айдан кейін, 2 айдан кейін отырыңызда, немесе қазір жазып қойыңыз, мен Рамазаннан алдын қандай едім, не істейтін едім, қандай құлшылық жасайтын едім, соны жазыңыз. Рамазаннан кейін тағы да қараңыз, не өзгерді, өміріңізде не өзгеріс болды, біліміңіз артты ма, құлшылығыңыз артты ма, не өзгеріс болды, соған қарай өзіңізді бағалайсыз. Рамазан маған жақсы әсер етті ме, Рамазаннан пайда алдым ба, алмадым ба деп, соны солай білуге болады. Алла тағала баршамызды өзіне тұрақты түрде құлшылық жасаған, тек қана Рамазанда ғана Раббысын танып, басқа уақытта Раббысын ұмытып кететін құлдардан етпесін. Алла баршамызға әрдайым Құранмен бірге болуды, әрдайым оразамен болуды, әрдайым зікірде болуды нәсіп етсін. Алла тағала бүгінгі түннің шарапатын, жақсылығын баршамызға нәсіп етсін. Және иншалла алдағы уақытта да бағанағы кешкі сабақтарда бізде енді Алла нәсіп етсе, алда айтта енді бір сол айттың аптасын дем алсақ, одан кейінгі аптадан бастап мешітімізде қайтадан сабақтар жалғасады. Бізде кешке мешітте сабақтар жүріп жатар. Сол сабақтарға келіңіздер, білімдеріңізді арттырыңыздар. Және иншалла мешіттің тұрақты жамағатынан болыңыздар. Алла тағала баршаңызға разы болсын. Алла тағала мол-мол сауаптар нәсіп етсін. Алла тағала тұтқан оразаларыңызды, беріп жатқан пітір садақаларыңызды қабыл етсін. Ертең Райян есігінен кіруге лайық болған өзінің ораза ұстаушы құлдарынан етсін. Алла баршаңызға разы болсын. Иншалла тұрып арасында намаздарыңызды оқып, көптеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айтып, зікір етіп отырыңыздар. Және бұйырса бір сағат 3-тердің шамасында тахаджуд намазын қари имаммен бірге оқитын боламыз бұйырса. Содан кейін үтір намазын оқимыз. Біз бағана хатымнан кейін үтір намазын оқыған жоқпыз. Неге? Өйткені үтір намазы түндегі соңғы намаз болған абзал. Сонымен иншалла ары қарай сәресіге өтіп түнімізді тамамдайтын боламыз. Алла баршаңызға разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.